Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз тез әрі оңай, жеңіл тағамдардың бірі сорпа даярлайтын боламыз. Сорпа менде қой етінен және жылқы етінен даярланады. Сорпаны ыстық күйінде ыстық самсамен жесеңіздер, тіпті керемет, дәмі ерекше болып шығады. Енді сорпаны даярлау әдісіне көшеміз. Осылай таза суға жылқы етін және қой етін саламыз. Бетін жауып қоямыз да қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін бізде осындай көбіктер пайда болады. Көбіктердің барлығын жақсылап алып тастаймыз. Кез келген затпен алсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап алғаннан кейін бетіне жуаны және сәбізді салып етпен бірге қайнатамыз. Сәбіз бізде сорпаға сары түс береді. Жазда қатырылған қызанақтарыңыз болса, оны да салсаңыздар болады. Енді піскен етімізді бөлек шығарып алып турап аламыз. Одан кейін картопты, жазда қатырылған тәтті бұрыш, яғни болгарскийді салып, татымына қарай тұз саламыз. Сорпаға ешқандай май құймайсыздар. Бетіндегі май ол еттен шығып жатқан майлар, яғни еттің өзінен бөлінген майлары. Осымен бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Осымен қайнатпа сорпамыз дайын. Міндетті түрде жасаңыздар. Дәмі деген керемет болып шығады. Жеңіл тағамдардың бірі. Ас болсын.